Мен өзім өмірбаянда айтайын деп жатқан жоқпын. Мен Рысмағамбеттің баласы осы Аралда 10-ші мектепте оқып жүрген кезінде деп. Өмірбаянда айтып жатсам, онда бөлек әңгіме. Көрдіңіз ба? Сонда Нұх пайғамбар 950 жыл қалай, мен миыма жетпейді ғой, қалай жынды болып кетпегенсің деп ертең кездессем сұрайын деп тұрмын мен ол кісіден. Жоқ, өзі 2-3 пайғамбар, 1-2 сахаба бар. Таба алмай қалып жатсақ іздеңіздер. Ойбай, анау дарылдап жүрген біреу бар еді деп. Үштөбе келіп Бекай хандарды айтып жүрген соңғы. Үштөбе ғой ауылдың аты. Қараңыздар, пайғамбарға бұқ төккен. Тұрып алды, сүртіп жіберді. Болды, тасташы, мен ренжіп қалдым. Сендерге бар ғой деді, шығып кетіп қалдым. Жоқ, ертеңіне қайттан келді ғой. Тек мұғжизамен дағуат жасаса, зачем таяқ жеп? Үлде мен бүлденің ортасында осылай жүріп уағыз айтпай ма? Так, ла илаха иллалла деп айтыңдар. Сендер де айтыңдар. Айтпайсыңдар ма? Айтпайсыңдар ма? Құдай мыналарды азапта десе болды, кетті. Мұғжиза, Алланың, пайғамбардың бірде-бір тілегі қайтарылмайды. Көрдіңіз ме? Солай істеді ма? Жүректерін ұшырып, ойбай Мұхаммед, болды, жіберме бізге. Ла илаха иллалла деп айтамыз. Жоқ. Жаса